Қалай қарайсың? Free Art Media Group представляет. Сәлем, құрметті көрермендер. Баршаңызды жеңіс күнімен құттықтай отыра, қалай қарайсың бағдарламасының екінші бөлімін сіздерге ұсынамын. Бүгін біздер мерекеге арнайы өткізілген кешкі концертке барып қайтқан болатынбыз. Ол жерде біздер өздеріміздің өнерпаздарымызға бірнеше сұрақтар қойдық. Олай болса, қабыл алыңыздар. Біздің алғашқы сұрақ: әулетіңізде, отбасыңызда Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер бар ма? Иә, менің атамның екі ағасы сол соғысқа кетіп оралмай қалған. Ат жөнін атап кетсеңіз. Рахмет Стлеуов деген және Байжігіт Стлеуов деген кісілер. Иә, менің өз атамда Дүйсенғали Көшеров деген, сосын ағаш атамда Ақбердиев Қондыбай деген екі атамда Ұлы Отан соғысына қатысқан, екеуі де артиллерияда, әскерде болған соғыс уақытында. Бар, атам бар. Ат жөні? Ат жөні Аяпов Базаржан. Менде негізі нағашы әжемнің папасы, сосын нағашы атамның папасы Ұлы Отан соғысының ардагерлері, бірақ өкінішке орай ол кісілер қазір арамызда жоқ. Бірақ осы 9 мамыр күні еске алып, жанұямызбен бірге жиналып, атап өтеміз, еске алып өтеміз. Сол кісілерге мыңда бір рахмет. Осындай аспанымыз ашық, тәуелсіздігіміз мәңгі болып жүре берейік деп тілейміз. Жалпы менің арғы аталарым қатысқан шығар. Бірақ бізде көбінесе бұрында менің апам өзімнің әжем неге қатысқан тылға, сол кездегі бір үлкен жаңағы жұмыс жасайтын жерлері, сол жерде үлкен өрт болғанда бүкіл документтің бәрі сол өртте қалып кеткен. Атаныкі де, әженікі бәрі. Содан жаңа менің өзімнің ата әжемнің қай жылы туғаны белгісіз, сондай бір шатакелесіп кеткен бір денелер бар. Соған байланысты көп дәлелдей алмаймыз да. Иә, менің үлкен атам, менің фамилиям Байгел деген кісі қатысқан және жарақат алып, сол соғыста қаза тапқан. Да, у меня воевала бабушка на войне, но она не вернулась, к сожалению. Это с моей папиной стороны. Мен Асанбай Жолдасов атам қатысқан соғысқа. Көшеров Дүйсенғали Ұлы Отан соғысының ардагері, нағашы атамыз Ақбердиев Қондыбай, ол да Ұлы Отан соғысының ардагері. Екеуі де жараланып соғыстан көптеген ордендер, медалдармен наградталған. Әрине бар, ол біздің фамилиямыз Жолдасбай, ол сол Жолдасбайдың атына біздің фамилиямызды берген. Осы Жолдасбай деген атамыз соғыстан келмеген, оралмаған. Ол сол кеткеннен келмеген атамыз. Иә, бар, тыл ардагері атанған. Неде Ат жөні? аты жөнді білмеймін. Есіңде жоқ, жарайды. Менің нағашы ата әжем тылда еңбек еткен кезінде, соғыс кезінде. Ат жөндерін айтайсыз? Иса Дәрібай, фамилияларын білмеймін. Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ елінің қандай батырларын сіздер танисыздар? Бауыржан Момышұлы, Әлия Мәншүк, біздің қос батыр қызымыз, Рахымжан Қошқарбаев, Қасым Қайсенов деген атамыз бар, білетін. Осылар? Бауыржан Момышұлы, Мәншүк Мәметов, Әлия. Басқа? Әрине, бұл Ұлы Отан соғысының батырларын білмеуге болмайды. Енді Бауыржан Момышұлыдан бастап Қасым Қайсенов, Талғат Бегелдейінов бар. Әрине, сосын өзіміздің қазақтың батыр қыздары Әлия, Мәншүк, сосын Хиуаз батыр қыздары болған.
әлі де көп қой сондай батыр аталарымыз. Танимын. Кімдер? Туткен Рахымжан, Әлия, Мәншік, Хиуа дейтін қыздарымыз болған, әжелеріміз. Енді бәрі білетін сол Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаев деген секілді Әлия Момышұлы, Әлия Молдағұлова. Мәншік Мәметова, сол секілді жаңағы. Барлығы біледі деп ойлаймын ол кісілерді. Ал сіз? Мен де дәл сол кісілерді білем. Қосатын бар ма? Қосатын жоқ. Бүкіл қазақтың атынан үлкен генерал болып, осы Ұлы Отан соғысында еліміздің атынан қан төгіп, тер төгіп, сол жақта соғысқан аталарымыздың бірі Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов. Енді айта берсең өте көп қой. Тағы кімді айтайын? Әлия Молдағұлова, Мәншік Мамедова, Бауыржан Момышұлы. Гүлдар, сен кімді айтасың? Ана, ту тіккен, Берлинге ту тіккен кім еді аты? Ой, дәл осында тұр. Рахымжан Қошқарбаев. Танысаңыз, ат жөнін айтсаңыз. Мәншік Мамедова, Әлия Молдағұлова, Бауыржан Момышұлы. Осыларды біледі екен. Ұятта болса осыларды біледі екен. Оның арқасында адамдар біреуін, екеуін біліп жатырсыз, үшеуін біледі екенсіз. Ең бірінші алғашқы бірден бірге біз үшін отанымыздың батыры Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсен. Енді Төлеген Тоқтаров айта берсек көп қой, Совет одағының батыры. Батырларын танисыздар ма? Танимыз Бауыржан Момышұлы. Әлия Молдағұлова. Мәншік Мамедова. Дұрыс қой? Басқа, болды. Әрине Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккен, Талғат Бегелдинов, Әлия, Мәншік. Енді көп халық білетін сол кісілерді танимыз ғой. Қаншама жаңағы қан майдан соғыста қан төккен біраз жаңағы өзімізде ата-әжелеріміз бар ғой. Кезінде осы жастар отаны жұмыс жасап жүргенде жұмыс жасап жатыр ғой. Сол кезде осы Ақтау қаласында еңбек еткен кезінде соғысқа қатысқан біраз ардагерлерді білеміз. Сұрақтарымыз жалғасады. Олай болса, сіз әскерде болдыңыз ба? Жоқ, қашып жүрмін. Жоқ, әскерде болған жоқпыз. Жоқ, болған жоқпын. Болған жоқпын, бірақ МПП сабағы бар ғой, соқпен өйін оған бәрі. Жоқ, болған жоқ. Жоқ, әскерде болған жоқ. Отанды қорғау қажет болса, сіз отанды қорғауға шығар ма едіңіз? Әрине, отанды қорғау сәті болса, бірінші сапта тұрамыз деп ойлаймыз. Сіз өзіңізді патриот деп есептейсіз бе? 100%. Вроде за родину. Патриотсың ба? Патриотпын, по идее. 100%? 100%, иә. 100%. Ең бірінші дайындырмын. Ең бірінші болып барасың ба? Бәрекелді. Құдай өзі сақтасын, егер соғыс болатын болса, бірінші ат тұрам. Орнынан, мен барам. Ел қорғауға, отан қорғауға. Және тек қана мен емес деп ойлаймын ол. Бүкіл қазақтың баласы, жүрегі мен деп соққан, отан деп соққан, ел деп соққан, елім деп соққан ол әрбір қазақтың баласы мен деп бірінші тұрады. Патриотсыз ба? Әрине. Барам деп ойлаймын. Әлде қызбын ғой мен қалып қоям дейсіз? Жоқ, егер оттандастық дейді ғой. Отан үшін отқа түскенбейсің дейді. Отқа түсуге дайынмын. Конечно. Сол үшін НВП оқып жүріп қой. 100% патриотсыздар ма? Ну, 90%, ладно. Это смотря в каком понимании патриот. Например, біреулер тек флаг ұстап сөйтіп жүреді. Ұлттық ұлан мен гвардияда қызмет жасадым. Әрине шығамыз. Егер де біздің қол көмегіміз сол жерге керек болатын болса, әрине отан үшін барамыз. Барам, обязательно. Міндетті түрде. Патриотсыз ба? Әрине. Өз елім патриотым. Ең бірінші осы ұштық барады. Билеп барасыздар ма? Ең алда тұрамыз. Не деген патриотизм?
Патриотсыздар ма? Әрине. В Америку хотите? Нет, хотим, но только чтобы увидеть мир, путешествовать. Еліміз үшін, жеріміз үшін шығамыз. Өзіңді патриотпын деп айта аласың ба? Әрине, патриот 100%. Сіздің жеңіс күніне айтар тілегіңіз қандай? Осындай керемет мерекеде қазақ еліне тек аспанымыз әрдайым ашық болсын, біздің бейбіт еліміз жасасын деймін, көк туымыз желбірей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бастысы соғыс болмасын. Осындай бейбіт өмірде сүріп жатқанымыз үшін барлық аталарымызға, әжелерімізге алғысымыз шексіз, алғысымыз жаудырамыз. Рахмет. Мың тағзым сол кісілерге. Ұлы жеңіс күніне тілегіміз айтсақ енді аталарымыздың, аналарымыздың алып берген үлкен бақыты ғой. Сол қазақ елімізде сол бейбітшілік бақыты мәңгі орнасын деп тілейміз. Сол бейбітшілікте халықтың берекесі мен бақыты тасып, осындай шалқып әдемі өмір кеше берсін деп тілейміз қазақ елі. Бүгінгі ұлы отан соғысы, яғни жеңіс күнімен мен өзімнің елімді құттықтаймын. Әрдайым елімізде тыныш болсын, береке бірлік болсын. Барлық осы халқымызға да бас амандық тілеймін. Жеңіс күніне тілегім еліміз мәңгі жасай берсін. Бейбітшілік болсын, соғыс болмасын. Сізге почталық табыс тілеймін. Рахмет. Енді осыдан кейін осындай соғыстар болмасын деп тілейміз. Енді міне уже 80 жылға таяқ қалды ма? Осындай тек тату, осындай аспанымыз ашық болып, барлығымыз осындай аузымыз бір болып, бір мемлекет емес, барлығымыз бүкіл әлемде тату болайық деймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, басымыз аман болсын. Бәрі бақытты болсын енді. Аспанымыз ашық болсын тек, осылай тыныш болып жүре берейік, аман есен, соғыс болмасын деп айтамын енді. Жеңіс күні құтты болсын, Ақтау қаласына, Маңғыстау облысына, бүкіл Қазақстанға, кезіндегі КСРО құрамында болған елдердің бәріне құттықтау лебіздеріміз жібереміз. Осындай аспанымыз ашық, күніміз жарық болсын, басымыз аман болсын, отбасымыз түгел, елбасымыз мәңгі жасасын. Осындай тәуелсіз елде өмір сүре берейік. Рахмет. Мәс, кәдімгідей жауап бер. Ал барша қазақ ел, барша халықты жеңіс мерекесі, ұлы жеңіс мерекесімен құттықтаймын. Ешқасан елімізде соғыс болмасын. Тек тыныштық болсын. Тек тыныштық болсын. Мосын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жылдан жылға көбейе берейік. Ұрпағымыз өсе берсін. Барлықтарды, қазақстандықтарды осы 9 май мерекесімен құттықтаймын. Және де осындай жерімізді, елімізді қорғаған батырларымыз көп бола берсін. Сол мереке құтты болсын. Барлықтарыңызға, елімізге аманшылық тілеймін. Құрметті барша қазақ елі, қазақстандықтар, маңғыстаулықтар, ақтаулықтар, баршаңызды бүгінгі келіп жеткен ұлы отан, ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тек еліміз ең бастысы аман болсын, тыныш, жұртымыз тыныш болсын, елімізде бейбіт заман болсын, бейбітшілік болсын. Әрқашан атқан таңымыз ашық аспан аясында таңымыз атып, күніміз батсын деймін. Тек деніміз сау, басымыз аман болсын. Я желаю благополучия, самое главное дружба и мир над головой. Давайте быть дружны вместе, потом все будет у нас. Мен де сіз Светана айтқанымен қосыламын. Аминь. Бұйырса. Осы қорлықты көргеннен, осы ұлы отан соғысынан келе жатырған ардагерлерге рахмет деймін. Біздің көк аспанға, бостандығымызға бәріне рахмет деймін. Жеңіс күні құтты болсын. Қазақстан алға, Еліміз бейбітшілік болсын әрқашан. Қазақстан өркендеп, көркейе берсін. Өзің сияқты азаматтар аман болсын. Қазағымыз көбейе берсін. Рахмет аға. Сонда жақсы тілегіміз бар. Сізде аман жүріңіз.
барлық бүгінгі қазақстандыққа тілерім еліміз тыныш болсын, бейбітшілік болсын. Осындай бейбітшілік заманда біздердің болашақ балапандарымыз аман есен бейбітшілікте өмір сүрсін деп тілеймін. Барша қазақстандықтарға денсаулық тілеймін. Барша қазақстандықтарды бүгінгі келіп жеткен ұлыс жеңіс күнімен құттықтаймын. Әрдайым отбасыларыңызда береке, тыныштық, амандық болсын. Тек шаңырақтарыңыз биік болсын, мәңгі бақытты болыңыздар. Аспаныңыз ашық болсын, жеңіс күні барлықтарымызға құтты болсын, еліміз тыныш болсын. Әрқашан осындай бейбіт заманда өмір сүре берейік. Барлықтарыңызды жеңіс күнімен құттықтаймын. Рахмет сізге көп. Бәріңізді 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Деніңіз сау, бастарыңыз аман, еліміз тыныш. Әрқашан күліп жүріңіздер. Бұл жеңіс күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барша осы жеңісті алып берген ата-бабаларымыз жанатта болсын. Сол кісілерге рахмет. Сол кісілердің арқасында біз осылай бейбіт заманда егемен елде, тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз. Жеңістен жеңіске жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті достар, роликтің соңында өзімнің мақтанышым, өзімнің атам, Ұлы Отан соғысының ардагері 1943 жылы 3-ші Украиндық фронтта елімізді қорғаған Тұржанов Жаңбырбай Жұмағалиұлын айта кеткім келеді. Ел қорғаған, жер қорғаған, осындай бізге бейбіт күнді алып берген барша атталарымызға алғыс білдіреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.